Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін дәл осындай әдемі сырға жасаймыз. Алдын ала менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік, бірге жасаймыз. Ол үшін бізге 4 түрлі түсті бисер, бастапқы осы 3 бисерді әртүрлі ауыстыруларыңызға болады, және бізге жіп, қайшы, тағатын керек және ине керек. Ең бірінші жібімізді алып, инемізден өткізіп, ұшын түйіншектеп аламыз. Жақсы, түйіншектеп болдық. Ендеше инемізден 2 сұр, 1 сәбіз түсті бисер, 2 сұр, 1 күлгін түсті бисер, 2 сұр, 1 сары түсті бисер, тағы да 2 сұр, 1 сәбіз, 2 сұр, 1 күлгін және 2 сұр, 1 сары түс дізіп аламыз. Енді осы өткізген бисерлерімізді инемізден әрі жіпке өткізіп аламыз. Және ең соңғы тұрған бисерден инемізді керісінше қайтадан өткізіп аламыз. Өткізіп болдық. Бұл жерде бізде ең соңында 2 сұр түсті болған. Ендеше бірінші сұрдан өткіздік, екінші сұр түстен тағы да өткізетін боламыз. Сосын өткізгеннен кейін біздің алдымызда қызғылт түсті, яғни розовый түсті бисер тұр. Ендеше 5 розовый түсті бисер тізіп аламыз. Алып болғаннан кейін бұл жердегі ең соңғы тұрған бисерден жібімізді керісінше өткіземіз видеодағыдай. Оны өткізіп болғаннан кейін тағы да 4 түсті бисер өткізіп алып, біздің жаңағы шыққан шеңберіміздегі розовый түсті бисерден өткіземіз. Ары қарай розовый түсті бисерден 2 түс аламыз да, 1 сұр түсті бисер инемізден өткізіп алып, қайтадан керісінше 2 қызғылт түсті бисерден өткізетін боламыз. Жақсы достар, жарайсыздар. Дұрыс орналасу үшін қатты тартып қоямыз. Келесі 1 сұр түсті бисер алып, бірінші сұрды тастап кетіп, екінші сұрдан өткіземіз. Міне достар, қараңыздар. Бізде қызғылт түсті бисер болғандықтан, сол қызғылт түсті бисерден бесеу алып, ең соңындағысынан инемізді қайтадан айналдырып өткізіп, 4 түсті бисер алып, 1 розовый түстен өткізіп алып, қайтадан 2 розовый түстен өткізіп, 1 сұр түс алып, 2 розовый түстен өткізіп, қайтадан 1 түсті сұр бисер алып, 1 сұрды тастап, екінші сұрдан өткізді. Енді тура осылай қайталаймыз. Келесі бізде күлгін түстен 5 түсті бисер алып, ең соңындағы бисерден инемізді керісінше өткізіп аламыз. Өткізіп болған соң бізге 4 түсті бисер керек, күлгін түсті. Оны өткізіп алып, міне осы күлгін түсті бисерден өткіземіз. Бұдан өткізіп болғаннан кейін әрі қарай 2 күлгін түсті бисерден инемізді қайта артқа өткізетін боламыз. Мінекей, дәл осылай өткізесіздер. Өткізіп болдық. Енді 1 сұр түсті бисер алып, одан оны өткізгеннен кейін тағы да 2 күлгін түсті бисерден өткіземіз. Өткізіп болдық. Енді 1 сұр түсті бисер аламыз. Алып болдық. Енді оны видеодағыдай 1 түсті сұр бисер тастап кетіп, екінші сұр түсті бисерден өткіземіз.
Одан өткізіп болғаннан кейін алдымызда қандай түсті бисер шықты? Әрине, сары түсті бисер шықты. Енді сары түсті бисерден тағы да 5 алып өткізіп, одан кейін ең соңғы сары түсті бисерден қайтадан керісінше өткіземіз. Достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай қайталай бересіздер. Бірінші 5 түсті бисер аласыздар, одан кейін 4 түсті бисер, одан кейін бір сұр аласыздар, сосын кейін барып тағы да бір сұр алып, осылай әрекетімізді қайталай бересіздер. Достар, егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, соңына да таяп қалдық. Ең соңғы бисерімізді өткізетін боламыз. Жаңағыдай сұр түсті бір бисерді алып, бір сұрды тастап, екінші сұрдан өткіземіз. Тура солай қайталаймыз. Сосын өткізіп болғаннан кейін алдымызда розовый түсті бисерлер шығады. 4 розовый түсті бисерден өткіземіз инемізді. Өткізіп болғаннан кейін құлаққа тағатынымызды орналастырамыз.
Міне достар, біздің әдемі сырғамыз дайын болды. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.